Ғалымдар, сарапшы және иттерді жақсы көретін адамдар арасында әлемдегі ең қауіпті ит қайсысы екеніне бірыңғай пікір жоқ. Алайда көптеген елдерде иттердің шабуылдарынан кейін белгілі бір иттер тұқым түрін өсіруге, сатуға және асырауға қатаң түрде тыйым салынған. Осы мәліметтерге сүйене отырып, мен сендерге әлемдегі ең қауіпті иттер түрін көрсетемін. Алып кеттік. Американдық бульдог. Дания, Сингапур және тағы да басқа мемлекеттерде тыйым салынған. Алғаш рет бұл ит түрі ақш-тың оңтүстігінде пайда болды. Оларды малшылар жабайы шошқаларды аулау мақсатында қолданған. Осы ит түрінің артықшылығы оның күші мен өткір тістерінде. Бандок деген сөзді орта ғасырларда қолданған. Бұл термин иттерді шынжырдан босатып үйді қорғасын дегенді білдірген. Ал бүгінгі таңда бандок деген иттердің бір тұқым түрі. Оларды америкалық бультерьер мен мастифтардың әр түрлерін жұптау арқылы шығарған. Осы жұптаудың басты мақсаты мастиф сияқты үлкен итті және америкалық питбульдің мінезі бар итті шығару. Бандок, оның бабалары, ата-аналары тыйым салынған мемлекеттердің барлығында да тыйым салынған. Неаполитандық мастиф немесе нео. Ол Италиядан шыққан ит. Кезінде осы иттерді гладиаторлық төбелестерде Колизейде қолданған. Және осы иттерді римдік легиондар жауынгер иттер ретінде ұстаған. Ал бүгін олар әдетте үйді қорғап отырады. Олар Сингапурда тыйым салынған. Қасқырлар мен иттерді жұптандырудан шыққан иттер түрі көп. Олардың арасында неміс төбеті мен карпатты қасқырдан шыққан чехословакиялық қасқырлы ит. Осындай қан араластың себебінен қасқырлы иттер аяқ астынан жабайылыққа беріліп кетуі мүмкін. Олардың мінез-құлқы кейде үй жануары сияқты немесе жабайы жыртқыш аңдар сияқты. Барлығы да көңіл күйге байланысты. Олар адамдарға жабылу оқиғалары үнемі болып тұрады. Әсіресе кішкентай балаларға олжа ретінде жабылады. Бұл иттер тұқым түрі Норвегияда қатаң түрде тыйым салынған. Бурбуль. Голландиялық тілден малшы ит дегенді білдіреді. Оларды бірнеше африкалық иттер мен күзетші иттерді жұптандырып шығарған. Бурбуль иттер түрі керемет күзетші иттер болып табылады. Олар бөпелерді жақсы көреді және агрессияны қараптан қарап шығармайды. Олар жағдайды жақсы түсінеді және сезеді. Керек болса агрессияға беріліп жыртып тастауы мүмкін. Не болса да осы иттер түрі Данияда тыйым салынған. Аргентиналық дог. Осы иттер түрі жоғалып кеткен Кордоба деген жыртқыш иттер түрінен қалған. Кордобаны даниялық, барбадостық және ирландиялық иттермен жұптастырып, аргентиналық догты шығарған. Оның басты міндеті пума деген жыртқыш аңды аулау болған. Аргентиналық дог иттер түрі оннан астам елдерде тыйым салынған. Преса канарио. Осы ит түрі біркелкі жақында туындаған 2001 жылы Канарлық аралдарда. Сол сәтте Преса канарио деген бір ит адамды өлтірген. Ит жай келе жатқан адамға жабылып, оны мүжеп шайнап тастаған. Осы иттің иесін түрмеге бірнеше жылға отырғызған. Преса канарио иттері Жаңа Зеландия мен Австралияда тыйым салынған. Бразилиялық фила. Кезінде осы бразилиялық үлкен иттер ягуар мен қабандарды аулап жүрді. Тыйым салынған иттердің арасында осы ит түрі ең тыңдамайтын ит болып табылады. Кейбір адамдар оларды өте агрессивті болғандықтан жақсы көреді. Тіпті иттер көрмесінде төрешілерге осы иттерді ұстауға кеңес берілмейді. Бразилиялық фила иттері Ұлыбританияда тыйым салынған. Тоса ину. Осы иттер түрін жапониялық мастифтер деп атайды. Оларды иттер төбелесі үшін шығарған. Нәтижесінде өте дәу әрі үндемейтін және төзімді ит болып шықты. Ол жауларға бірінші болып жабылмайды және ырылдамайды. Жай ғана өзінің үлкен және мықты денесімен қысып тастайды. Осы ит түрі де ондаған мемлекеттерде тыйым салынған. Американдық питбультерьер. Өкінішке орай бүгінгі таңда питбульдар көптеген қылмыстарға қатысады. Осы иттерді дұрыстап тәрбиелемегендіктен олар адамдарға да жабылады, тіпті өз қожайындарын да талап жатады. Питбульдарды көбінесе адамның өміріне аса қауіпті иттер ретінде қабылдайды. Американдық питбультерьерлер тек қана көптеген мемлекеттерде емес, тіпті ақш-тың көптеген штаттарында да тыйым салынған. Әзірге болды достар, сіздерге әлемдегі ең қауіпті мысықтар және ең қауіпті өрмекшілер топтамаларын көруді ұсынамын. Осы видеоның астында лайк басып оған комментарий қалдырғандарың үшін көп-көп рахмет.